Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Рамазанға өте әдемі дәмді рецепттер дайындайтын боламыз. Ең алдымен дайындайтынымыз қызылшадан ірімшік қосылған салат. Ол үшін ең алдымен 3 қызылшамызды суда қайнатып пісіріп, қабығын аршып, осылай ұсақтап 4 бүріштеп турап аламыз. Қызылшамыз тура болған соң кеңірек ыдысқа салып, және де бір қиярымызды осылай 4 бүріштеп ұсақтап турап аламыз. Одан бөлек бізге консервідегі жүгері қажет болады, және де 150 грамм ірімшік қажет болады. Ірімшікті ірі күштен өткіземіз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз, және де кинзаны жуып, осылай ұсақтап турайтын боламыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. Зәйтүн май қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Дайындап көріңіздер, өте дәмді салат. Ендігі кезекте ауызда еритін сүтті қыз тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен кеңірек ыдысымызға 2 жұмыртқа салып аламыз. Оған 1 құты сгущенка саламыз, яғни 380 грамм сгущенкамыз саламыз. Оған 90 грамм майымызды сәл ертіп қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Яғни миксерлейміз. Миксерлеген соң 180 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Оған 1 ас қасық разрыхлитель, яғни қопсытқыш қосып, бәрін жақсылап миксерлейміз. Біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Дайын болған қамырымызды осындай кольцода 2-3 қасықтан салып, дөңгелек қылып жайып аламыз. Кольцомызды алып, келесі пергамент қағазына қойып, осылай бәрін біркелкі қылып дайындап аламыз. Және де духовкада 7-8 минут пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Бисквиттар шетінен пісіргенше кремін дайындаймыз. 500 грамм сливкиді кеңірек ыдысқа құйып аламыз. Сливки, яғни клейгей 33%-дан жоғары болу керек. Оған 200 грамм сахарная пудра қосамыз. Және де 400 грамм творожный сыр қосып, бәрін жақсылап миксерлейміз. Креміміз осылай дайын болады. Бисквиттарымыздың бәрі пісті. Осындай кольцода жинайтын боламыз. 2 ас қасықтан крем салып, осылай әдемілеп бір тегіс қылып жайып, бисквиттарымызды жинаймыз. Қалғандарды тура осылай жинаймыз. Менің кольцомның биіктігі 10 см. Торттың биіктігі, яғни 9 см болып шықты. Сіздер диаметрін бұдан да үлкейтіп, кішірек немесе биік қып жасасаңыздар болады. Кольцоны осылай ашпай, бірден көтеріп шешіп аламыз. Өздеріңіздің қолдарыңызға қарай әдемі жеміс жидектермен әсемдеп дайындасаңыздар болады. Мен осындай үйде бар кивимен бетін әдемілеп әсемдедім. Дайындап көруге кеңес берем, өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте өте дәмді чак-чак дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 6 жұмыртқамызды ақ уызынан сарысына ажыратып алатын боламыз. Бізге тек сары уыз қажет болады, ақ уызымен басқа да рецепттер жасасаңыздар болады. Және де үстіне 2 жұмыртқа қосамыз, 1 шай қасық тұз қосамыз, және 2 шай қасық құмшекер қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Қантымыз ергенше араластырып аламыз. Оның үстінен 350 грамм ұн қосамыз. Ұнның көлемі сіздердің жұмыртқаларыңыздың көлеміне қарай сәл аз немесе көбірек қосатын боласыздар. Осылай жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Қатты болмау қажет және қатты жұмсақ болмау қажет. Осылай орташа қылып орап, мешочкқа қойып тындырамыз. Жарты сағаттан соң ашып, осылай ұн сеуіп, жұқалап, артынан жаятын боламыз.
Жұқалап жайып алдық. Енді қамырымызды төртбұрыштеп кесіп алатын боламыз. Осылай шеттерін қайырып, сәл белгі жасап, сол жермен пышақпен кесіп алсаңыздар, өте оңай кесілетін болады. Шетіндегі қалған қамырдан да чак-чак дайындайтын боламыз. Оңай кесіп алу үшін осылай кішірек бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бәрін бірдей қылып кесіп алдық. Осылай 2-3-тен қабаттап, дайындап, реттеп алатын боламыз. Осылай жұқалап, жіңішкелеп, яғни соломка қылып тураймыз. Байқағандарыңыздай, осындай 2 саусақтың көлемінде кесіп дайындап алған болатынбыз. Соларды осылай ұсақтап, дәл видеодағыдай дайындап аламыз. Шұңғылдау ыдысымызға сұйық май құйып, қыздырып, чак-чактарымызды салып қуыратын боламыз. Чак-чактарды қатты көп салмайсыздар, себебі ол майға түскен соң сәл ұлғаятын болады. Чак-чактарымызды үзбей араластырып отырып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қызарып қуырылған чак-чактарымызды майынан сорғытып, кеңірек ыдысымызға түсіріп алатын боламыз. Қалғандарында дәл видеодағыдай қуырып аламыз. Майларыңыз осылай көпіруі мүмкін, осылай шойленің көмегімен үстін бассаңыздар, тасымайтын болады. Қалған қамырымызды дәл видеодағыдай қуырып аламыз. Ендігі кезекте сироп дайындаймыз. 300 грамм балға 100 грамм құм шекер қосып, жақсылап араластырып, қантымыз толық ерігенше араластырамыз. Яғни қайнауға жеткіземіз, бірақ ұзақ қайнатпайсыздар. Бірден өшіреміз. Сироп салқындап қалмау қажет. Бірден өшірген соң, кеңірек ыдыстағы чак-чагымыздың үстінен құятын боламыз. Осылай ыстықтай құясыздар. Және арнайы лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Себебі балымыз өте ыстық, қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Осылай бәрін жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді кезекте бізге осындай форма қажет болады. Менің кольцомның диаметрі 22. Осылай қолымды сәл сулап алып, салқын сумен чак-чактарды алып, осылай салып, және осылай кішкене басатын боламыз. Қатты баспаңыздар, чак-чактарыңыз сынып кетуі мүмкін. Екінші кольцоның үстіне қойдым. Яғни менің чак-чагым двухъярусный болады. Оны да осылай жинадым. Бір күн тұрды, ертесі осылай кольцоларды жай пышақты жүргізіп өтіп, оңай ала салдым. Үстінен өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сухофрукт, жеміс-жидектер кепкен пайдалансаңыздар болады. Мен осылай бетіне фисташка сеуіп шықтым. Өте дәмді, дайындап көріңіздер.